Қазақстанда биылдан бастап бұғауыз сөйлеп былапыт айтудың жазасы қатаңдатылды. Енді аузына абай болмағандар 69 мың теңге айыппұл төлейді, немесе 30 тәулікке қамалады. Бекітілген заң алдағы наурыз айынан бастап күшіне енеді. Мұндай өзгерісті қоғам қалай қабылдады? Әдейі емес, абайсызда былапыт сөзге бой алдырғандар бұдан құтыла ала ма? Ішкі істер министрлігінің әкімшілік полиция комитеті алдағы наурыздан бастап қатаңдатылған заңды айтып, көпті ойландырып қойды. Өзгеге боқтық сөз айтып, қоғамдық орында қорлаған үшін енді айыппұл 4 есеге, ал қамау мерзімі 2 есеге артты. Мұндай ұсақ бұзақылық жасағандар 69 мың теңге айыбын төлеп, немесе 30 тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алынатын болады. Қоғамдық орын саналатын барлық жерде, тіпті автобустарда да орын саналатын барлық жерде арнайы сөз айтатын болса, қорлау немесе кенеде жабысып жармасуға жол жоқ. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі әкімшілік полиция комитеті басқарма бастығының орынбасары Азамат Күрімбаев жалпы бұл қабылданған нормалар азаматтардың конституциялық құқықтарын сақтауды күшейтеді. Қоғамдағы азаматтық тәрбиені арттырып, мәдениеттілік деңгейін жоғарылатады деген ойдамыз дейді. Бірақ боқтық пен қорлауға жол берді делінген азаматтың кінәсін дәлелдейтін аудио немесе видео айғақ болу міндетті. Яки куәгердің болуы шарт. Дегенмен қазір екінің бірі мұндай жағдайда телефонын қамдап үлгереді деген жұрт. Аңдамай аузына ие бола алмай қалған жағдайлар жиі кездесетінін көпшілік мойындайды.